Намаз оқитын адам боғауыз айтса күнә ма дейді. Әне намаз оқымайтындар айта беруге бола ма не? Мен боқтай беремін, неге? Өйткені мен намаз оқымаймын ғой деп боқтаса бола ма не? Боғауыз сөз, жаттап алыңыздар. Боғауыз сөз күнә, боғауыз сөз ризық нәсібеңді азайтады, боғауыз сөз бетіңдегі нұрыңды алады, боғауыз сөз өлетін кезде сасық күйде өлуге алып келеді, сасып өлуге. Боғауыз сөз ата-ананың дұғасы балаға өтпеуіне себеп болады, және боғауыз сөз балаларыңыздың сізді тіліңізді алмауының себебі болады. Осы 7 себеп айтылған. Сондықтан боғауыз сөзден қанша қашқан сайын, сонша дұған қабыл болады. Боғауыз сөзден қанша қашқан сайын, Алла тағала сауап амалдарыңыз еселенеді. Сол үшін боғауыз сөз намаз оқығанға да, намаз оқымағанға да айтуға болмайтын сөздің біреуі. Қойыңыздар оны сөзді.